Сәлеметсіздер, біз бүгін сіздермен бірге қарастырамыз санның абсолют шамасы немесе басқаша санның модулі деп атайды екенбіз. Бір екі сан қарастырайық. 3 минус 8. Бұл екі санның қандай айырмашылығы бар? Біріншіден 3 ең үлкен айырмашылығы ол 3 оң сан, минус 8 теріс сан. Осындай айырмашылығы бар екен сан ретінде. Енді дағы да бір қандай айырмашылығы бар? Мұнда минус жазылғанда, мұнда таңба жоқ. Бірақ 3 оң сан. Оның алдына үнсіздік бойынша плюс таңбасын жазып қойсақ та болады. Оны жазып қойсақ. Енді плюс пен минус және 3 пен 8 болды, иә? Плюс 3, минус 8. Плюс пен минус біздің не болды? Санның осы сандардың таңбасы. Таңба. Енді қараңыздар. 3 пен мына 3 пен минус 8 ор не? Сандар, я? Қандай да бір сандар. Енді ал мынау не? 3 пен 8 дегеніміз мына бөлік. Олар осы сандардың абсолют шамасы екен. Абсолют шамасы. Немесе осы сандардың модулі деп атаймыз. Модулі. Таңбасыз бөлігі. Міне, таңбасыз бөлігі сандардың абсолют шамасы немесе модулі. 3 пен минус 8 олар сандар. Плюс пен минус таңба. Осындай айырмашылығын сезіндік, иә? Енді 0 шы. 0 не оң сан емес, не теріс сан емес, иә? Ол оң сандар мен теріс сандарды бөліп тұрады. Сондықтан енді бізге осының бір анықтамасын құрау керек қой. Анықтамасын санның модулінің қайтып құраймыз. Мысалы, қандай да бір а санының модулі деп. Егер а оң болса, мысалы 3 болса, сол санның өзін айта салады екенбіз, иә? Егер а-мыз теріс болса шы, минус 8 сияқты. Онда не болады? Мына санымыз минус 8, абсолют шамасы 8 болып тұр, иә? Минус 8-ден 8-ді қалай аламыз? Сұрақ сіздерге. Ол үшін алдына тек минусты қойсақ жеткілікті екен. Минус мен минус плюс болады да, ол 8-ге тең болып қалады. Сондықтан, мына а деген санымыздың алдына минус таңбасын қою керекпіз. Минус а болады. Егер а теріс болса. 0-ге тең болады. Егер а-мыз 0-ға тең болып қалса. Міне, осыдан санның модулінің анықтамасы шықты. Немесе оларды біріктіріп қайтып жазсақ болады. А санының модулі не болды? Басқаша дәстүрлі түрде мысалы а-ға тең, егер а 0-ден үлкен тең, мына 0-ді біріктіріп жүрейін деп тұрмын. Мұнда. Немесе минус а-ға тең, а 0-ден кіші болса. Осылай біріктіре салсақ болады екен. Тексерейік. 4-ті қойайық. 4-тің модулі 4-ке тең. Ол 0-ден үлкен. 0-дің модулі 0-ға тең. Ол мұнаға кіреді. Және теріс санның модулі минус а-ға тең. Яғни оған қарама-қарсы санға.
келесі. Осы модульдің қасиеттерін айтайық. Қандай қасиеттері бар екен? Бірінші қасиет. Кез келген санның модулі теріс емес. Иә? Мысалы, -7-нің модулі 7-ге тең. Ол теріс емес. А деген санның модулі А-ға тең, егер А-мыз 0-ға тең болса. Екінші қасиет. Кез келген санның модулі өзінен үлкен тең екен. Мысалы, -4-тің модулі 4-ке тең, ол үлкен тең -4-тен. Ақиқат. Үшінші қасиет. Қарама қарсы сандардың модулі бір-біріне тең екен. Яғни қарама қарсы сандардың абсолют шамалары тең. Төртінші қасиет. Көбейтіндінің модулі олардың модульдерінің көбейтіндісіне тең болады екен. Мысалы, 6 көбейтілген 17,5. Ол -6 мен 17,5-тің модульдеріне көбейтіндісіне тең. Себебі мұнан теріс сан шығады. Ол теріс сан 10 сан болады да, модулі абсолют шамасы 10 болады да, 6-ның модулі 10, 17,5-тің модулі 10. Сонда қасиетіміз орындалады. Және тура солай бөліндінің модулі сол сандардың бөліндісінің абсолют шамаларына тең. Бесінші қасиетіміз. Қосындының модулі әрқашан олардың қосындысының модульдерінен кішіне тең болады. Немесе бұны басқаша үшбұрыш теңсіздігі деп атайды. Тағы бір осындай теңсіздік. Егер айырманың модулі болатын болса, немесе модульдердің айырмасын алайық. Модульдердің айырмасы. Олар қосындының модулінен кішіне тең екен.